Жаңа bir жігіт айтады, өзі 40 жасқа келген жігіт. Үйге дейді, балам келді дейді. Баламен амандасып тұрған ек. Әке, сізге бірден айтайын ба деп айтты дейді. Айт дедім дейді. Ашуланбайсыз ба деп айтты дейді. Көреміз де сөзіңе қарап дедім. Әке, бір нәскеңізді шешіп, аяғыңызды жақсылап, жуып, аяғыңызды бір сүйіп, сіздің батаңызды асамшы деген деп балам айтып қалған еді дейді. Жүрегім басқаша болып кетті дейді. Басым айналып кетті дейді. Отырып қалдым дейді. Өзімді ұстай алмай жатырмын дейді. Мен әкемнің қолына су құйған бала емеспін мен дейді. Мен әкемнің қолына су құйған бала емеспін, ұстаз дейді. Міне бұл медресенің таным тәрбиесі дейді. Балам dedi, ayağımda жуып отыр dedi. Bütün dedi жас кетті dedi. Өзімді зорға өкіріп жүр. Сөйтіп еді, шешесі келіп қалды, шешесі де келіп, шешесінің де білдім дейді, буындары істеместен отырып, қарап қалды. Біздің баламыз ондай емес еді дейді. Балама Алла сонда бір жүрегіне hidaят беріп, осындай болған балама қатты қуанып кеттім дейді.